Дұрыс, тері. Біз не екенін біліп жатырмыз. Адам бойынан бүкіл тірі ағзаларда болатын бөлшегін жасуша деп атаймыз. Біліп жатырмыз оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз осы жасушаға байланысты. Бүгін сендер митоз, миоз және олардың биологиялық маңызы тақырыбын өтеміз. Жасушаның бөлінуі бұл балдар митоз, миоз, амитоз деп үшке бөлінеді. Жасуша үшке бөлінеді. Митоз дегеніміз балалар түзелген аналық жасушадан түзелген екі жасуша хромосома санының өзгеріссіз сол қалпында қалу үдерісін айтамыз. Митоз бұл бүкіл организмде болады. Бұл жыныссыз көбеюдің негізі. Жыныссыз көбею дегеніміз қалай түсінеміз? Осы кезде ұлттық қой жыныс көбею. Жыныссыз көбею дейтіміз ол жыныс жасушаларсыз көбею. Сонымен митоз дегеніміз балалар грек тілінен жік деген мағынаны білдіреді. Бұл кезде хромосома саны, аналық жасушадан түзелген жас хромосомалардың саны өзгеріссіз сол қалпында қалуды білдіреді. Бұл жыныссыз көбеюдің негізі болып табылады. Осы митоз жолымен көбейген кезде дене пішіндері жасушалардың ұлғаяды. Сол ұлғайып біздің тырнағымыз, шашымыз, бойымыз барлығы неғып өсіп жасушалардың жаңадан пайда болған жасушалардың көбеюімен шашымыз да ұзарады. Бұрынғыдай бойымыз кішкентай емес, жарақаттанған жеріміз қайтеді, жазылады. Соның барлығы осы митоз жолымен бөлінген жасушалардың көмегі арқылы жүреді. Өсімдіктер, жыныссыз көбейтін өсімдіктер, жануарлар болады. Жыныссыз көбейтін жануарлар қандай жануарлар? Аралар, құмырсқалар. Осы ешқандай да аналық пен аталықтың қосындысынан емес, аналық жасуша немесе аталық жасушалардың өздерінің ешқандай бір-біріне байланыссыз көбеюінің нәтижесінде пайда болады. Екінші миоз. Миоз жасушалардың бөлінуі бұл жынысты жолмен көбейетін жасушаларға тән. Миоз жынысты көбею жолмен тән болады. Бұл грек тілінен аударғанда миоз азаю деген мағынаны білдіреді. Хромосома санының диплоидты және гаплоидты пайда болған аналық жасушадан аталықпен қосылған кезде пайда болатын жасушалардың 4 жас жасушаның түзелуін айтамыз. Митоздың негізгі мақсаты бөлу процесі. Бұл процесс организмнің өсуі, жасушалардың жаңаруы және жарақаттануы қалпына келу үшін қажет. Митоз барлық ядролы жасушаларда жүреді. Өсімдік жасушаларында да, жануар жасушаларында да. Ядро митоздың негізгі орны. Митоздың негізгі мақсаты бір жасушадан екі бірдей жасуша алу. Осылайша организмнің клеткалары сан жағынан көбейеді және генетикалық ақпарат. Шаштаразға барып, шашын қысқартып келді. Біраз уақыттан кейін оның шашы қайтадан өсіп шықты. Неге олай болады? Себебі біздің ағзамыздағы жасушалар үнемі жаңарып, көбейіп отырады. Осындай өсу мен қалпына келудің негізінде митоз жатыр. Митоз бір жасушаның бөлініп, екі бірдей жасуша түзуі. Осы үдерістің арқасында адам өседі, жарақаттанған жері жазылады, шашы мен тырнағы ұзарады. Яғни митоз ағзаның күнделікті тіршілігі үшін өте маңызды. Ал енді басқа жағдайды ойлап көрейік. Кішкентай сәби ата-анасына ұқсайды, бірақ дәл көшірмесеңіз, біреуінің көзі әкесіне, шашы анасына, ал мінезі екеуіне де ұқсауы мүмкін. Осындай ұқсастық пен айырмашылықтың пайда болуына миоз қатысады. Миоз жыныс жасушалары түзетін ерекше бөліну түрі. Бұл үдеріс кезінде хромосомалар саны 2 есе азаяды. Соның арқасында ұрпақ пайда болғанда хромосома саны тұрақты сақталады. Сонымен қатар миоз ұрпақтың әртүрлі болуына әсер етеді. Қарапайым тілмен айтсақ, митоз өсу, жаңару, қалпына келу үшін керек. Ал миоз көбею және тұқым қуалаушылық ақпараттың ұрпаққа дұрыс берілуі үшін қажет. Мақсаты митоз бен миоздың тірі ағзалар үшін маңызын түсіндіру және олардың биологиялық рөлін ажырату. Дегеніміз бұл жынысты көбеюдің негізі, біздің дәнді ақпараттар сақталуы, ата-ананың мінезі, мінез-құлқы, түр әлеуеті барлығы не арқылы? Миоз арқылы жүзеге асырылады. Ал митоз дегеніміз не болды? Тәсі бойынша мен 3 топқа қазір топтық жұмыс беремін. Мына таңертең сұрақтар бар, ойланып, әр топта бір оқушы жауап берсін. Барлығымыз ойланып жауап берейік.
İslam 5 yıl, Arılan 5 yıldızı Japon. Деревня какой-то храмосвал полный мешин, а какой-то храмосвал толчный. Тамаша, керемет, дұрыс жауап. Одан Кенде капойтты жасушаларды түзу үшін. бүгінгі тақырыпқа барлықтарың сабаққа белсенді қатысып, атсалысқандарыңа рахмет. Бүгінгі сабақ ашылды деп ойлаймын. Барлықтарыңа серпіту сәті ретінде осы бір тәттіден керектерді алыңдар.